Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай макаронды кеңесі дайындайтын боламыз. Түскі асқа міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмді болып шығады. Менің отбасым барлығына ұнады және дайындалу жолы өте оңай. Міндетті түрде менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауын баса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қараңыздар және алдағы уақытта да әрі керемет видеолар болады. Бізге қажетті заттар: сәбіз, картоп, пияз, капуста, барлығын осылай кубықтап турап аласыздар. Енді фаршымыз дайындаймыз. Фаршымызға пиязымыз саламыз, тұз, паприка және қара бұрыш салып жақсылап араластырамыз және 1 штук жұмыртқа жағамыз. Енді табамызды қыздырып алып, сұйық май құямыз. Азғантай көз мөлшерімен құйдым. Енді қызғаннан кейін пиязымыз саламыз. Sarımsak. Енді kapusta. Және səbz salamız. Жақсылап араластырып аламыз. Енді 1 қасық томат. Енді көз мөлшерімен тұз саламыз. Және азғантай қара бұрыш саламыз. Осы жерде картоп салып жіберсе де болады. Мен картопты кейіннен бетіне салдым. Жақсылап араластырамыз. Енді су құямыз. Су мөлшері картоп барлығы картоптардың беттеріне су шығып тұрып қажет. Және жай отта қайнатамыз. Енді макарондарымызға осылай фаршымызды дөңгелектеп аламыз да дәл осы видеодағыдай салып шығамыз. Міне осымен дайын. Енді жаңа қайнап жатқан тағамға үстіне саламыз. Барлығын осылай салып шығасыздар. Енді қасықпен алып осылай сорпасын бетіне құйып шығамыз. Және осылай барлығын болғаннан кейін бетіне картоп саламыз. Жай отта 30 минут пісіріп аласыздар. Картоп салдым. Осымен біздің тағамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз, сіздерге толықтай ұнайтын болады. Егер видео ұнаған болса, менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және сендермен күнде жаңа рецепттер болады. Ас болсын, сендермен болған Жанат.